Biz sizlerге бүгін балалардың ой өрісін дамытуға арналған ойынды ұсынғымыз келіп отыр. Olsun bizde boz kollak gelir. Скотч, Kaşı, түрлі түсті қақпақтар, және ақ қағаз. түрлі түсті қаламдар қажет. Ең бірінші біз көбелектің суретін ақ қағазға салып алайық. Ақ қағазбен қаптап алдық. Енді көбелектегі мына тесіктерді қайшымен кесіп аламыз. Міне достар, біз көбелегіміздің қанаттарын дөңгелетіп кесіп алдық. Көбелектің қанаттары қандай түсті? Kızıl, sarı, көк, жасыл. Жарайсың, Абдрахман. Енді біз қорапты былайынан қойып алайық. Қара, мынау қызыл түсті қақпақ. Яғни біз бұны қызыл түсті қанатқа саламыз. Түсінің ғой? Басқа да түстерді сала ғой, қызылдан басқа. Ол қандай түс? Жасыл. Түсінір, я. Sarı түс. Жарайсың. Мына көк түс. Бұл қандай түсті қанатқа саламыз? Мынау қандай түс? Sarı түс. Біз бұны қандай түсті қанатқа саламыз? Sarı. Жарайсың. Басқаларды да сала ғой. Міне, достар, біз әр түсті қақпақты сол түсіне сай қанаттарына салдық. Нәтижесі міне. Екінші ойынның түрі ол, яғни мына қақпақ, түрлі түсті қақпақтарды мынау бауға өткізу болады. Яғни біз арнайы осы қақпақтардың ортасын осылай тесіп алдық. Яғни бұл ойын балаларды шапшаңдылыққа, жылдамдыққа және шыдамдылыққа үйретеді. Осы қақпақтар арқылы балалар түрлі түстерді ажырата біледі. Абдрахман, қане екеуміз бір ойын ұйымдастырайық. Яғни осы сенің қолындағы бауға осы қақпақтарды салайық. Кім көп қақпақ салса, сол жеңімпаз атанады. Қане, кеттік. Қақпақтардың барлығын салып біттік. Енді Абдрахман, сен өзіңнің салған қақпақтарыңды дауыстап тыңдай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Жарайсың, Абдрахман. Менде де 11 қақпақ болды. Яғни екеуміз теңбе-тең түстік. Абдрахман, сен санауды білесің. Енді маған түстерін айта қойшы. Көк, sarı, kızıl, жасыл. Sarı, kızıl, sarı, kızıl. Көк, sarı, көк. Достар,
сіздерге видео ұнаса, сіздер де үйлеріңізде осындай дүние істеп көріңіздер. Балаларға